Сәлем достар, сіздермен мен Нұрсұлтан, Казак Dream каналы. Сіздер бүгінгі видеода әлемдегі танымал және де таңғажайып мекендер, орындар туралы білетін боласыздар. Видео басталмай тұрып, маған жай ғана қолдау ретінде лайк басып, комментарий жазып, арнамызға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сіздерден әрбір басылған қарапайым тегін лайк бізге ары қарай жұмыс жасауға мотивация екенін ұмытпаңыздар. Әлемдегі таңғалдыратын мекендердің бірі осы Исландия мемлекетінде орналасқан. Жалпы Исландия мемлекеті көптеген туристерді қызықтыра бермейтін мемлекеттер қатарында. Алайда табиғат өзінің ерекше туындыларын жасаған жерлерде бар. Бұл кристалды үңгір деп аталады. Бұл үңгір көптеген ғасырлар бойы мұздыққа ағып жатқан еріген және жаңбыр сулары қатып біртіндеп көк түске ие болған. Бұл эффект мұздықтың үнемі жылжуына байланысты болды дейді ғалымдар. Мұз массасы ғасырлар бойы мұздатылған судан ауа бөлшектерін қысып, оны көк кристалдарға айналдырған. Сырттан мұзды қарайтын болсақ, ақ түс болып көрінеді, ал үңгірдің ішіне кіретін болсақ, мүлдем басқа бір әлемді көруге болады. Күн сәулесі үңгірдің екі жағынан еніп, көк тондардың асып түсетін таңғажайып ойынын көруге мүмкіндік береді. Бұл ерекше мұз туннелі біркелкі жарықтандыратын, оның сұлулығына таңдансаңыздар болады. Бұл кристалды үңгірді экскурсиялар тек қана суық мезгілдерде жүргізіледі. Себебі ауа температурасы жоғары болған кезде мұздың еру қаупі бар. Сол себептен экскурсияға келген туристердің қауіпсіздігі ретінде ауа температурасы төменгі деңгейге жеткен кезде ғана оның ішін қарауға рұқсат етілген. Келесі кезектегі өте ерекше жерлердің бірі ол Ирландия мемлекетінде орналасқан. Оның атауы Алыптар көпірі немесе Алып жол. Ежелгі жанартау атқылауының нәтижесінде 60 миллион жыл бұрын пайда болған. Шамамен 40 мыңға жуық базальтты колондардан құралады. Бұл мекен солтүстік Ирландияның солтүстік шығысында Бушмилса қаласынан солтүстікке қарай 3 километр қашықтықта орналасқан. Сонымен қатар бұл жолдағы жағалау 1986 жылы ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұра тізіміне енген, ал 1987 жылы солтүстік Ирландияның қоршаған ортаны қорғау департаментінің ұлттық қоры деп жарияланған болады. Мұндағы колонкалардың шыңдары жардың етегінен бастау алып, теңіз бетінен төменнен жоғалып кететін трамплин құрайды. Мұндағы көптеген колонкалар 6 бұрышты болып келеді. Сонымен 4, 5, 7, 8 бұрышты колонкалар да бар. Ең биік колонкасы 12 метр биіктікті құрайды. Кезектегі мекен Қазақстанға жақын Ресей Федерациясында орналасқан Байкал көлі туралы болмақ. Байкал көлі Шығыс Сібірдің оңтүстік бұрышында орналасқан. Әлемдегі ең терең көл болып, осы көл саналады. Жергілікті тұрғындар Байкал көлін теңіз деп атайды. Жалпы бұл Байкал көлі теңіз деңгейінен 456 метр биіктікте орналасқан. Байкал көлінің ауданы 31,5 мың километр квадратқа тең. Суының көлемі 23,16 мың километр куб. Ұзындығы 636 километрді құрайды. Ені орта есеппен 48 километр. Байкал көлінің ең терең жері 1620 метр болып тіркелген. Орташа тереңдігі 730 метрді құрайды. Байкал көлі желтоқсан және де қаңтар айларында өте керемет кейіпке енеді. Себебі мұндағы мұздың қалыңдығы 70 және де 115 сантиметр аралығында болады. Байкал көлінің суы өте мөлдірлігі соншалық 40 метрге дейінгі тереңдіктегі нәрселерді көруге болады. Қазіргі таңда Байкал көлінің солтүстік шығысы Баргозин қорығына кіреді. Ресейде орналасқан осы Байкал көлі желтоқсан және де қаңтар айларында өте керемет кейіпке енгенін видеода көріп отырған шығарсыздар. Осы Байкал көлі үшін Ресей Федерациясына барудан бас тартпайтын едім. Жаңадан көріп отқан көрермендер болса, біздің осы уақытқа дейін жасаған видеоларымыздың барлығын қарап кетулеріңіз сұралады. Себебі барлық видеолар сіздерге міндетті түрде ұнауы тиіс. Келесі кезектегі әдемі жерлердің бірі Америка құрама штаттарының Невада штатында орналасқан Флай атты гейзер. Жалпы гейзерлер деп отқанымыз олар жер астынан мезгілінен фонтан тәрізді атқылап шығатын ыстық бұлақтары болып есептеледі. Бұл гейзер жат планеталықтарға ұқсас гейзер Black Rock шөлінің шеткері аймағында жеке территорияда орналасқан. Ол 1964 жылы энергетикалық компанияның геотермальды суларға ұңғымы бұрғылау кезінде пайда болған гейзер. Су құрамындағы минералдардан тасқын болып атқылайды. Оның биіктігі жыл сайын бірнеше сантиметрге артып келеді. Қазіргі таңда ол Америка құрама штаттарының Невада штатында солтүстік батыс бөлігінде орналасқан. Жалпы теңіз деңгейінен биіктігі 1230 метрді құрайды. Жалпы бұл гейзердің биіктігі 1,5 метр. Мұндағы жауын-шашын мөлшері
300 мм-ге жуық. Келесі мекен ол Қазақстанның көрші мемлекет Қытай елінде орналасқан. Қазіргі таңдағы Тяньцзи таулары әлемде өте атақты мекендердің бірі болып келеді, және де мұндағы мекендер басқа бір планетаға ұқсас. Егер де сіз Аватар фильмін көрсеңіздер, осы Аватар фильмі осы Қытай жерінде, дәл осы жерде түсірілген. Қазіргі таңда бұл аймақ Қытайдың Хунань провинциясына тиесілі. Бұл жердің таңғаларлық әктасты мұнаралары қаулап өскен жасыл ормандармен көмкерілген, және көбіне көп олар мұнараланып тұрады. Тауға фуникейлермен көтерілуге болады. Жергілікті ауылда таңғажайып көріністі тамашалауға мүмкіндік береді. Қазіргі таңда бұл аймақтың атауы басқа тілге аударғанда аспан баласы деген мағынаны білдіреді екен. Және де мұндағы биік мұнаралардың жалпы өлшемі 800 метрге жуық. Осылайша біздің видеомыз аяқталды. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Сіздерге қай ерекше орындар ұнады? Соны міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер. Егер сіздер осы видео ұнаса, бізге лайк басып, комментарий жазып, арнамызға тіркелу арқылы келесі бөлімін шығаруға көмектесесіздер. Сіздермен болған мен Нұрсұлтан, Казах Дрим каналы. Біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.